Ол қазақ театрының қазығын қаққан Жұмат Шанин, Құрманбек Жандарбеков, олардың өкшесін басып қазақ режиссурасының керегесін мықтаған Асқар Тоқпанов, Әзірбайжан Мәмбетов сынды тұлғалардан үйрене жүріп, ағалардың тағылымы мен өзінің табандылығының арқасында қазақ сахна өнерінің биігіне көтеріліп, бүгінде театр режиссурасының ақсақалына айналды. Маман Байсеркеұлы 1937 жылы 13 ақпанда Алматы облысы Алакөл ауданы Бостандық ауылында дүниеге келген. 1956 жылы екпінді қазақ орта мектебін бітіріп, 1957 жылы Құрманғазы атындағы өнер институтының актерлық бөліміне түсті. 1959 жылы аталған оқу ордасының режиссерлік бөліміне қабылданды. 64 жылы режиссураны бітіріп, 70 жылға дейін Нартай Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық қазақ драма театрында бас режиссер лауазымын атқарды. Сыр сахнасында Байсеркеұлының қолынан шыққан Әуезовтің Қара қыпшақ қобыланды, Майлиннің Майдан, Вишневскийдің Оптимистік трагедия, Штейннің Топас сияқты кең масштабты классикалық шығармалары күллі қазақ сахна өнерінің айтулы табысы деп танылды. 1970-1972 жылдары Максим Горький атындағы Москваның академиялық көркем театрында Ефремовтың жетекшілік етуімен стажировкадан өтті. 1972 жылдан бастап Абай атындағы Жамбыл облыстық қазақ драма театрында бас режиссер болып қызмет атқарды. Осы театрдың сахнасында Словакия драматургы Ян Соловичтің Түлен түрткен тіленші, Әзірбайжан драматургы Шамхаловтың Қайнене мен келін, Шаймерденовтің Әнім сен едің, Қайдасың Зарина, Шолықовтың Екі кешке арналған Тынық дон, Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты атты шығармаларын жұртшылық назарына ұсынды. 1976 жылдан Ғабит Мүсірепов атындағы Академиялық жастар театрында бас режиссер қызметін атқарды. Жастар театрының сахнасында Мұқайдың Қош бол менің ертегім, Сейфуллиннің Қызыл сұңқарлар, Ақтановтың Ана мен бала, Есімжановтың Зауал, Шекспирдің Гамлет және тағы басқа драмалық шығармаларды сахналады. 1981 жылдан Республикалық Карс театрында да еңбек етіп, өз қолтаңбасын қалдырды. Маман аға өзінің саналы ғұмырын 1983 жылдан бастап педагогикаға арнады. Бүгінгі таңда Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ұлағатты ұстазы, профессор. Жалпы өнер деген қасиетті киелі ұғым деп жатамыз. Осы өнерге келуіңізге не түрткі болды? Жалпы өнерге келгендегі негізгі мақсатыңыз қандай болды деген сұрақ. Өнерге әркім әртүрлі әр жағдайда келеді. Әйтеу келдік оқуға. Сол ұнаған шығар, мен басында мен Қазпиге тапсырдым. Қазпиде филология бөлімі болды. Соған тапсырдым. Осында бір ағамыз болды, консерваторда домбырашы мұғалім. Соған келіп едім, сәлем берейін деп консерваторға кірсем, Ланазар шу әйтеуір. Біреу бір үлкен бір бәләні үйкеп атырып етіп күжілдеді. Ол биеленшел екен, ауылдан келдік оны. Фамилиясы қайдан білеміз оны? Біреулер мұнау иегіне қыстырып алып, скрипка ойнап отыр. Біреу домбыра, біреу аха деп ән салып жатыр ма? Әннен гөрі сол әнді мазақтаған секілді ме? Аха деп бір дауыстар шығып жатыр. Мен сол ішіне кіргенде кәдімгі есім оқ болды. Өз ауылдан келгенбіз. Маған бір енді бұл бір ғажап дүние болды.
Содан кейін ағамызға сәлем беріп, біраз әңгімелесіп ауылдың жағалын айтып енді кетіп бара жатсам, консерваторияға алдында сыртта бір тақта тұр, сонда хабарландырып тұр екен. Актерскийге қабылдаймыз деп. Оның сол ана жақтан құжатымды алайын десем бермейді. Кафедра меңгерушісіне бар деді. Барсам, анау кейін академик болды, ол кезде профессор Қажым Жұмалиев деген кісі. Алдында емтихан алғанын білем. Иә. Енді оны кафедра меңгерушісі екенін қайдан білем мен? Ондай мамандық барын да білмейміз. Содан келіп, аға осындай құжатымды бермей жатыр. Өй, сен Махамбетті айтқан бала емессің бе? Өйткені ана ауызша сұраққа Махамбет келген. Соны есінде қалып қапты. Аға, сол Махамбеттің көтеріліс жылдардағы шығармалары деген сұрақ. Көтеріліс жылдарында Махамбет осындай шығармалар шығарған дейді. Соны бір өлеңін мысалға жатқа айтып бердім мен, мысалы. Махамбеттің бір-екі ауыз өлеңін айтып едім, кісі. Мысал келтірдім мен, мысалы. Көтеріліс жылдарында Махамбет осындай шығармалар шығарған дейді. Соны бір өлеңін мысалға жатқа айтып бердім мен, мысалы. Сонан кейін сол Махамбеттің тағында өлеңдерін білесің деді. Кішкене өзіміздің бойымызда мақтаншақтық та бар. Ой аға, мен Махамбеттің өлеңін бәрін білем деді. Ғой ішті айғай салды. Өзі мінезі сондай адам екен. Сасып қалды, айғай салды. Ғой ішті. Рас аға деді. Онда былай болсын. Мен бірінші жолын айтып отырайын, сен арғата жалғайсың ба? Жалғайын. Сол жағы Ереватқа ер салды. Мен едім. Ей Махамбет жолдасым, таудан ұнарды ұшқан тарланым деген секілді. Қан емесі қасқырсың. Ол білетім рас еді. Махамбетті сол мектепте жүргенде сол не екенін білмеймін, жақсы көріп соны жаттадым. Абайды да жаттадым. Бірақ Абайдың бәрін жаттай алғам жоқ. Махамбеттің бәрін жаттадым. Оның әкем әскерде бермейтінден көзім жетті енді. Соның қой өтіп айтайын деп. Аға бағадан айта алмай тұр едім. Әкем өліп қапты деді. Соған бағып тұр. Бейшара. Иманы жолдас болсын әкем. Енді ел бар, жұрт бар. Сен менің ақылымды ал. Көмеді ғой сенсіз де. Сол кезде әкең барып, басына Құран оқытасың. Деді, жоқ аға, кетем мен. Деп отырып алды. Соны ары бүттеп, бері бүттеп болмады. Өзіңде бір өспейтін, өнбейтін, оңбаған бала келсің. Кетерме деп қолын тұрды. Мен кеттім конспеден. Осы консерваторияға түстім. Ал ендігі жасымда құштар едім, жасымда ғашық едім. Өлер десе, өле жазаушым деген бәрі өтірік. Мен ондай болған жоқ. Ол жаңағы бір қасқайым сәттегі қызығу. Қызығушылықтан. Содан келдік те сол. Байқамай актерскийге түстік. Актерскийде бір жылдан кейін біз Мұрат Қосыбаев деген. Ол кезде екі курс болды. Асқар Тоқман, Мұрат Қосыбаев. Мен Мұрат Қосыбаевтың группасында болдым. Одан Мұрат Қосыбаев жылдың аяғына таман емтихан тапсырмай Қараған театрында бас режиссер болуға жіберді.
Біз қалдық. Соны тоқпаны қосып алды. Енді жоқ қадым. Бірақ ол кісі сұрыптады. Бізде сол немізді, ететімізді көрген бол, бірінші ұрсын соңы ғой. Иә. Фәрмәнді қараған болды. Мені Сағатбек Садықов деген баланы, Қалмақан Бейсенбиев, Әнуар Молдабеков, тағы бір екі қыз бар, Бәлесов болды. Бәрімізді шаржы бір тоқпады. Мен бір жылым бітірдім. Бір жылым бітірдім. Соны келіп те түстім мынау режиссураға. Мадеевский деген ақсақал қабылдады. Ол Түйіздің главный режиссер болды. Орыс группасы. Қазір Нью-Йоркта ғой. Тірі болу керек, қазір 90-ға келіп болды ол. Соны оқып шықтым. Бар жаңалығымыз осы. Жалпы Мамын аға, мынау өнерге келгендегі адамның бір алдына қойған мақсаты болады деп жатамыз. Сол мақсат қай кезде қалыптасты? Мақсат болды ма? Менде ешқандай мақсат болған жоқ. Мақсат болған жоқ. Өтірік айта алмаймын. Просто қатарымнан кем қалмасам екен деген ғана проблема болды. Жұмысымды таза істедім. Тек қана былай айтқанда еңбек торысы болдым мен. Күні-түні жұмыс жасадым. Мен анау болайын, мынау болайын деген менде ондай ұғым болған жоқ. Ондай менде жоспар болған жоқ. Видимо, ондай мақсат қоюға менің білімім, деңгейім жетпегенде болар бәлкім. Ондай ұғым тумауы да мүмкін. Қазір ойлап отырсам. Жалпы мынау театр режиссурасында, жалпы режиссерлік мамандықта әр режиссердің жаңағы өнерге келгеннен кейін өзінің бір қолтаңбасы болады, ерекшелігі болады деп жатады. Осы жағынан өзіңіздің бір ерекшелігіңізді атап айта аласыз ба? Бірақ нәрсе бар. Режиссурада мынау табиғат берген дарын болмаса, мен ойлаймын, жаңағы сіз айтып отырған ерекшелік деген сол табиғи дарын. Табиғи дарын. Иә. Табиғи дарынменен ғана ерекшеленеді. Жаңағы Моңғолиядан келген шәкірттеріңізбен, Қытайдан келген, Вьетнамнан келген деп жатырмыз. Сол шәкірттермен қалай тіл табыстыңыз? Қай тілде сөйлестіңіздер? Орыс тілінде ғой. Мына Моңғолиядан келген студенттерді бурят моңғолдың астынан сұрау ұлануде. Иә. Бурят моңғол емес, ол қаны бір болу керек өзі. Діні де бір болу керек моңғолменен. Бурят моңғол деген атында тұр ғой. Содан 2 жыл дайындап, оларды орыс тіліне. Орыс тіліне, иә? Иә. 2 жыл дайындап, содан кейін бізге келді олар. Орысша жүргіздік сабақты. Енді өзің білесіз, қазақша білмейді ғой. Ешқайсысы да. Ал Вьетнам болса, олар да кішкене айтқанды түсінеді әйтеуір. Нан жейтін сауаты бар орысша. Қытайдан келген қазақтарға қазақша айттық. Олар орысша білмейді. Сонда, сонау Моңғолиядан келгенде сізден білім алам деп арнайы бір мақсатпен келді ме, жоқ? Жоқ, ол былай болды. Онда марқұм Әшірбек ректор болатын. Осы институтта. Иә. Сығай ағаларың. Бұлар Совет одағына жібереді ғой енді, мемлекет. Иә, Совет одағы. Сол Москваның бөлгені ғой. Москва бөліп жібереді ғой. Иә. Өздеріне Европаны алады да, бізге сол Азияны жіберген ғой. Алматыда сол театральный институт бар. Вьетнамдар азиялық, Моңғол Азия, Қытай тем более барсын деген осы жаққа. Бізге бөліп жіберген ғой. Содан марқұм Әшірбек мені шақырып алды да, осындай. Шетелден балалар келіп жатыр.
мен сізге ғана берем, сізден басқа ешкімге сенбеймін деп. Өздері көп болды. 23 бала болды ма, Құдай-ау. Оның үшін өзімізде балалар бар. Біздің местный кәрісіміз де бар. Орысымыз да бар. Сондай бір қиын курс болды олар. Өліп қалдылар біз. Енді Маман аға тағы бір сұрағымыз, жалпы осы Қазақстанның театрларының көбінде шәкірттеріңіз алдыңызды көрген, сізден дәріс алған, жалпы жерде мынау Маман ағаның шәкіртіміз деп мақтанып жатқан шәкірттеріңіз көп. Ал енді сіздің өзіңіздің есіңізде қалған осы мақтанатындай талантты, дарынды шәкіртім еді деп айтатындай шәкірттеріңіз бар ма? Есіңізде қалған бір табиғи дарыны бар, ерекшелігі бар, жақсы еңбектенген деп жатамыз. Өте қиын сұрақ. Оқытып жатырмыз. Өздерін көргісіне, бізде де жете оқып жатыр. Режиссурадан. Жалпы режиссер туады ғой. Режиссер да, ақын да, драматург да туады. Актер да. Олай қолмен жетектеп жүріп, сен онан режиссер шығара алмайсың. Қазақта, қазақ ұлы халық қой. Жетектеп қосқан тазы түлкі алмайды дейді. Жетелеп жүрген режиссерден творчество шықпайды. Ол табиғи дарыны болу керек. Оқу деген ол бағыт сілтеу. Орысша айтқанда дает направление. Культурном плане. Бүгінгі заманға сай, сол мәдени тұрғыдан бағыт бағдар сілтейді. Ал енді режиссер жасай алмайды. Академик жасай алмайды режиссер. Егер оның табиғатында жоқ болса. Ал осы жетеудің кім біледі? Осы жетеуден біреу шықса, оған рахмет айтты. Жетеуден біреу шықса. Станиславский 53 жыл сабақ берген. Өзі МХАТ-тың бас режиссері, сонымен қабат 5 студиясы болған. Сонда бір студиясында бақтаңғы сабақ берген. Енді бәрін үлгермейді ғой. Тапсырма береді ғой барлығына. Бір студиясында Мейірхоль, бір студиясында Сулержицкий, бір студиясында Михаил Чехов, біреуіне Топорков па, Кедров па, сондай біреу. 53 жыл мұғалім болғанда Станиславский әулиеміз ғой, абызымыз. 3-ақ режиссер шығарды 53 жылда. Ол бақтан кім? Ерте өліп кетті. Мейірхоль, Чехов, Михаил Чехов, міне үшеу. Вот режиссердің өмірге келуі қандай. Түсіндіңіз бе? Ал ана Завадский, ол бақтан кіптің шәкірттері. Мейірхольдтың өзі. Режиссура дегеннің өзі актерлік өнер, режиссерлік өнер деген адам түсінбейтін мамандық бұл. Бұл бір жатқан тылсым дүние. Бұл құпия әлем. Қазіргі алдыңызда отырған шәкірттеріңізге жалпы болашақ қазақ өнеріне үлес қосатын бір азаматтар мен азаматшалар деп жатамыз. Осы кісілерге не тілейсіз? Қандай тілегіңіз бар? Айтатын қандай уәжіңіз бар? Мен өзіміз оқып жатқан балаларға дүниенің бар жақсылығын тілеймін. Дүниеде қанша жақсылық бар, соның барлығы осы біздің балаларымызға бұйырсын деймін. Менің тілегім осы. Маман ағамызға шәкірттеріңіз өнерді кәсіп етсін, талай-талай асулардан асып өтсін, халықтың балаларын тәрбиелеп, ғасыр тойды тойлауға Алла нәсіп етсін деп тілек білдіреміз.